Саламатсыздар ма, студенттер? Бүгінгі сіздермен өтетін жаңа тақырыбымыз жазғы олимпиадалық ойындар өткізу туралы қысқаша мәліметтер. Негізі жазғы олимпиадалық ойындар туралы көп нәрсе айтуға болады. Оның жарыстың түрлері бар ма, бүкіл әр олимпиадалық ойын өзге сай өзгешелігі бар. Оның барлығын айта алмаймыз, әрине. Қысқаша айтып кетейік. Тарихымен пайда болуы, яғни жазғы олимпиадалық ойындардың бастау көзі ежелгі Грекия біздің заманымызға дейін 776 жылы алғашқы олимпиадалық ойындар Олимпия қаласында өтті. Бұл діни сипаттамасы мерекелік іс-шара болды және ол Зевс құдайына арналып ұйымдастырылды. Қазіргі заманғы олимпиадалық ойындардың негізін қалаушы француз педагогі және тарихшысы Пьер де Кубертен. Ол 1894 жылы халықаралық олимпиада комитеті, яғни құрды және 1896 жылы Афинада бірінші заманауи олимпиада өткізілді. Содан бері қазіргі таңға дейін олимпиада ойындары өткізіліп келе жатыр. Ұйымдастырылуы, яғни халықаралық олимпиадалық комитеті барлық олимпиадалық ойындардың өткізілуін қадағалайды. Әрбір ойынға қадағалаушы қала алдын ала бірнеше жыл бұрын таңдалады. Әлем елдерінің спортшылары ұлттық олимпиада комитеттері арқылы қатысатын болады. Спорт түрлеріне келетін болсақ, бұл жерде әрине қысқа ғана жазылған. Негізі спорт түрлері өте көп. Бірінші заманауи олимпиадалық тек 9 спорт түрі болды. Олар жеңіл атлетика, гимнастика, жүзу, күрес, велосипед спорты, қорғаныс, семсерлесу және тағы басқалар болған болса, бүгінгі күнгі жазғы олимпиадада 32 спорт түрі қамтылған. Мысалы, жеңіл атлетика, су спорты, жүзу, су добына жарыс, футбол, баскетбол, велоспорт, гимнастика, спорттық бар, көркем бар гимнастикада онда өткенбіз, теннис, дзюдо, ауыр атлетика, бокс және тағы басқалар. 32 спорт түрі. Мысалы, жеңіл атлетиканың ішінде қаншама түрі бар? 4 түрі бар, 3 түрі, лақтыру, жүгіру, секіру, олар бөлек-бөлек өздері ары қарай созылып кетеді деген сияқты. Жаңа спорт түрлері кейде қосылып отырады. Мысалы айтатын болсақ, 2000 жылы Токиода болған ойында стейкбординг, спорттық құзға өрмелеу, серфинг, сондай спорт түрлері қосылған болса, 2024 жылы Парижде болған олимпиада ойындарында брейк-данс ресми спорт түрі ретінде енгізіліп отырған. Жазғы олимпиадалық спорт түрлері, жалпы жеңіл атлетикасына тоқталатын болсақ, бұл жерде спорт түрлері қысқада нұсқа, негізі барлық спорт түрлері емес, жеңіл атлетиканың ішіне кіретін. Жүгіру ғана есепке алынып тұр. Әрқайсысына тоқталатын болсақ, мысалы 100 метрге жүгіру, ол Усейн Болт, Ямайка елінің рекорды 9:58 болған. Усейн Болт көптеген олимпиадалық ойындарды, әлем чемпионаттарында жалпы 100 метрге жүгіруден алтын алған спортшы болып есептелінеді. 200 метрге жүгіруден де 19 секундта, яғни Усейн Болт келген. Жалпы бұл жерде барлығын айтатын болсақ, уақыт жеткіліксіз. Бұл жерде спортшылар тек қана жүгіру, мысалы 100 метр, 200 метр, 400 метр, 800 метр, 1000 жарым, 5000 метр, 10.000 метр, 110 метр кедергілермен жүгіру, 400 метр кедергілермен жүгіру және 3000 метр кедергілермен жүгіру және 4 спортшы 400 метр эстафеталық жүгіру көрсетілген. Бұдан да бөлек спорт түрлері бар. Жүгіруде мысалы 4 спортшы 100 метрге жүгіреді. Осындай спорт түрлері. Жалпы бұл жерде тұрған рекордтар, қысқа ғана рекордтар, барлығын алмадық біз өйткені.
Келесіне өтетін болсақ, келесі бізде екіншісінде міне толық көрсетілген, яғни жүгіру, секіру, лақтыру, яғни марафон, 100 шақырымға жүру, ұзындыққа секіру, 3 қарып секіру, сырықпен секіру, биіктікке секіру, найза лақтыру, ядро лақтыру, диск лақтыру, балға лақтыру, 10 сайыс және 50 шақырымға жүру. Жалпы бұл гимнастика, жеңіл атлетиканың ішіне кіретін спорт түрлері, әрқайсының өзінің жеке рекордсмендері, рекордшылары бар болып табылады. Өздеріңіз былай көріп алып, жазып, дәптерлеріңізге жазып отырсаңыздар дұрыс болады. Маңызды ерекшеліктерді айтатын болсақ, бұл әлемдік бірлік пен бейбітшілікті насихаттау олимпиаданың басты мақсаты саналады. Олимпиадада алаулы ежелгі дәстүрлерді еске түсіру үшін жағылып ойындар соңында дейін жанады. Алауы, яғни алау басталардан алдын жағылып, соңына дейін тұрады. Олимпиада анты арқылы спортшылар адал әрі әділетті бәсеке өткізуге ант береді. Медалдар алтын, күміс, қола ең үздік спортшыларға табыс етіледі. Жалпы олимпиада ойындарында 5 сақина дейміз ғой, соның өзі бейбітшілікке шақырады. Сондай болып табылады. Болашақ олимпиада, яғни 2024 соңғы олимпиада Парижде болатын болса, 2028 жылы Лос-Анджелесте, ақш-та болатын болса, 2032 жылы Брисбен, яғни Австралия елінің Брисбен қаласында өткізілетін болады. Олимпиада тарихындағы кейбір маңызды сәттерді атап өтсек, 1896 жылы Афинада, яғни алғашқы олимпиада ойындары өткен. 1936 жылы Берлин, яғни алғашқы теледидардан көрсетілген олимпиада болып табылады. 1960 жылы Рим қаласында болған түсті теледидар арқылы көрсетілген бірінші ойындар. 1980 жылы Мәскеуде болған көптеген елдердің бойкоты саяси себептерге байланысты бойкоттар болған. 2020 Токиода болған уақыт COVID-19 пандемиясы байланысты бір жылға кейін шегерілген, яғни 2021 жылы болды. 2024 жылы Парижде болғанда гендерлік теңдік толық сақталған алғашқы олимпиада ойындары болып есте қалған болатын. Бұл жалпы олимпиадалық ойындардың жалпы қысқаша сіздерге берілген мәлімет. Сабақтың басында айтылғандай, бұл негізі өте кең ауқымды тақырыптардан бірі. Қорытындылайтын болсақ, сабақты жазғы олимпиадалық ойындар бұл тек спорттық жарыс емес, бұл мәдениеттің бірігуі, халықаралық ынтымақтастықтың және бейбітшілік көрінісі. Әрбір ойын жаңа тарих жазып, спорттың дамуына маңызды рөл атқарады. Бүгінгі тақырыбымыз осы. Назарларыңызға рахмет.